Құрметті достар, бүгін сендерге Ыбырай Алтынсарин атамыздың қарға мен түлкі мысалын көрсетеміз. Олай болса, тыңдайық. Ашығып түлкі жүрді жапандарда, тамақ іздеп жол шекті сапарларға. Еш нәрсені көре алмай келе жатса, көзіне түсті алыстан жалғыз қарға. Жүгіріп түлкі соған жетіп келді. Қарғағаштың басында мұны көрді. Тістегені аузында тәттірімшік, оны көріп түлкекең сөйлей берді. Қарға батыр, әр сөзің күміс алтын, сырттан қалқаң тілейді барша халқың. Қарғанындей әуез жоқ деп, осылайша шығады сыртқа даңқын. Сандуғаш бұлбұлдарды көріп едім, жүзінді бір көруге келіп едім. Даусынды бір шығаршы шаттанайын, сырттан асық болғаннан өліп едім. Басын салып құйрығын бұлғаңдатып, екі көзін қарғаға қылмаңдатып. Қарға тақсыр, көз жасым көріңіз деп, жыламсырап сөйлейді жылмаңдатып. Масаттанып бұл қарға сілкінеді, ішін тартып миықтан бір күледі. Арып ашып алыстан келген шығар, көңілі тынып кетсінші шіркін деді. Мақтау сөзге семіріп судай тасып, пәрменінше қар кетті аузын ашып. Қар кеткенде ірімшік жерге түсіп, оны кетті түлкекең алды қашып. Міне балалар, қу түлкі өзінің жылмаңдаған мінезімен қарғаны мақтап, тәтті ірімшікке ие болды. Түлкінің істегені дұрыс па, бұрыс па, оған өздерің баға беріңдер балалар. Осы көрген бейнебаян ұнаса, лайк басып каналға тіркелейік.